Құрметті көрермен, бүгін сіз тыңдайтын әңгіме бір әйелдің жүрек сыры. Бұл сезім мен тағдырдың арпалысында жүрген Айым есімді жас келіншектің шынайы хикаясы. Ол екінші болғысы келмеген, бірақ махаббат оны мүлдем басқа жолға түсірді. Жүрекпен тыңдаңыз. Менің есімім Айым. 30 жастамын. Алматыда дүниеге келдім. Сол жақта өстім. Әкем ерте қайтыс болып, анам екеуміз ғана қалдық. Мен өмір бойы ақылды болуға, анама ауыртпалық салмақ салмауға тырыстым. Білімім жоғары, экономист болып оқыдым. Қазір шағын бухгалтерлік кеңсем бар. Үйде отырып жеке клиенттерге есеп жүргіземін. 1 жыл бұрын анам дүниеден озды. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Онымен бір конференцияда таныстым. Бизнеске байланысты семинар еді. Ол маған бірден жылы сөйледі. Атым Марат, жасы 37-де. Үлкен құрылыс компаниясының бас директоры. Үстінде қымбат костюм, қолында айфон емес, көзінде сабыр. Даусын көтермейді, сыпайы, зейінді тыңдайды. Басында оған қарамайтынмын. Себебі ол үйленгенін бірден айтты. Бірақ күн өте біз байланыста бола бастадық. Семинардан кейін жазды сөйлестік. Кейін 1-2 кофе ішуге шақырды. Мен бас тарттым, бірақ қайта жазды. Сен мүлде басқасың. Мен сенен тыныс аламын деді. Басында ашуландым, бірақ ішімде бір бос жерге дәл тиіп кеткені де рас еді. Маған бірден жылы қарады. Ұстамды, сөзі нық, көзқарасы сенімді еді. Бизнесі бар, танысы да көп, сөзі өтімді азамат. Сол күні ақ маған сіздің көзқарасыңыз ұнады, кәсіби адам екеніңіз көрініп тұр деді. Сол сәтте жүрегім дір етті. Мені бұрын ешкім осылай бағалап, тыңдап көрмеген еді. Бірнеше күннен кейін ол маған жазды. Кофе ішіп сөйлесейік деді. Мен келістім. Қарапайым әңгіме сияқты еді. Бірақ сол кездесуден кейін өмірім басқа арнаға бұрылатынын білмедім. Ол бастапқыда бәрін ашық айтты. Мен үйленгенмін, 3 балам бар. Бірақ әйеліммен қарым-қатынасымыз салқын. Көп нәрсе тек балалар үшін ғана сақталып тұр деді. Мен үндемедім. Бір жағынан өзімді тоқтатқым келді. Бірақ жүрегім соған тартып тұрды. Кездесулер жиіледі. 1 айда 3 рет, кейін апта сайын. Одан соң күн сайын көрсетін болдық. Мен іздеді, күтті, хабарласты. Қасында тыныштық таптым. 5-ші кездесуде ол менің қолымнан ұстап тұрып, мен сені шын жақсы көріп қалдым. Ештеңе сұрамай-ақ қой, бірақ сен менің өмірімнің бөлігіне айналдың деді. Сол күні мен де оған жүрегімді ұсындым, бірақ шындық өз орнында қала берді. Мен көлеңкең болатынмын. Мейрамда жалғыз, туған күнімде тек SMS, кешкісін үнсіздік. Бірақ мен өзімді алдадым. Уақыт өте бәрі өзгереді деп үміттендім. 1 жылдай уақыт өте осылай өтті. Мен оған шын сендім, болашақты елестеттім. Әйеліне айтатынын, бір күні мені жары ретінде таныстырады деп күттім. Бірақ ол үйіндегі өмірін бұзбады. Менен де кете алмады. Күндердің күнде бәрі бұзылды. Бір күні белгісіз нөмірден қоңырау келді. Телефонды көтердім. Айымсыз ба? Мен Нұржанның әйелімін. Кездесіп сөйлесейік, деді. Дауысы салқын, бірақ жылауға таяу еді. Кафеде кездестік. Ол тік қарады. Көзінде күйініш, өкпе, налу. Мен бәрін білемін. Телефонында қарап жүрмін. Сізбен сөйлескенін көрдім. Суреттеріңізді, хаттарыңызды. Бірақ бір сұрақ қояйын. Сіз менің орнымда болуыңыз келе ме деді. Мен үнсіз қалдым. Сол сәтте бәрін түсіндім. Мен бір отбасының шырқын бұзып келіппін. Сүйем деп жүріп бір әйелдің көз жасына себеп болыппын. Сол кездесуден кейін мен Нұржанмен қоштастым. Ол түсінбеді де. Мен сені сүйемін ғой. Сол бұрынғы сезім, ал сен менің болашағымсың деді. Бірақ мен енді өзімді таңдадым. Себебі өзімді сүймеген адам ешкімді сүйе алмайды. Кеттім, ештеңе түсіндірмей. Хабарласса да жауап қатпадым. Мен емес, енді ол жоғалтты. Себебі мен ешкімге тиесілі болғым келмеді. Екінші болғым келмейді. Қаласа толық таңдасын. Жүрегім ұзақ уақыт ауырып жүрді. Кей түндері жылап ұйықтайтынмын. Неге мен осы жолға түсіп кеттім деген сұрақтар көп мазалады. Бірақ уақыт деген емші екен ғой. Арада 1 жыл өтті. Өмірімді қайта бастап құрадым. Жаңа адамдармен таныстым, кәсібімді кеңейттім. Қазір өз кеңсем бар, жұмысым жүріп тұр. Нұржан қайта жазды, кешірім сұрады. Әйеліммен ажырастым. Қазір бәрін қайта бастағым келеді деді. Бірақ мен үнсіз қалдым. Себебі мен оған емес, өткенге жауап бергім келмейді. Мен оны кешірдім, бірақ ұмытпадым. Сатқындық пен жасырын өмірдің салмағын жүрегімде көтеріп көрдім. Қазір ешкімнің жары емеспін, бірақ өз өмірімнің иесімін. Құрметті көрермен,
Осымен айыммен басталған әңгімеміз аяқталды. Бұл хикая сізге біреуді жаман көрсету емес, керісінше біреуге сабақ болсын деп айтылды. Ешқашан біреудің жүрегін баспалдақ етпеңіз. Ешқашан сезімді ұрлап бақытыңызға жете алмаймыз. Бақыт адалдықта, бақыт Алланың разылығымен келген тағдырда ғана. Осымен әңгімемізді аяқтаймыз. Әңгіме сүйгіш құрметті оқырманым, каналымызға тіркеліп өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Келесі әңгімеде кездескенше.